Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен цветок атты нанымызды дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, әдемі үлпілдек болып шығады. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстінен дрожж, тұз және шекер қосып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, үстінен майымызды құямыз. Және бір жұмыртқа салып, тағы да араластырамыз. Електен өткізіп, ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Үстін жылы орап, ашытамыз. Көтерілген қамырымызды алып, кішкентай 6 бөлікке немесе 5 бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымызды осылай табамызға жайғастырып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Тындырып қойған нанымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және әсемдеуге мен пісте, мак, күнжіт сеудің. Әдемілік үшін сіздер сеумесеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасаңыздар болады. 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Біздің нандарымыз өте жұмсақ болып пісті. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін.